Murtazali Magomedov davet olunur. Murtazali Magomedov nazarlarыңызда елдің өкілі 4-0 рекордның иесі. ММА-де 2022 жылдан бері өтіп жүр. Және бір қызығы Сиздердин өтүнүчүңүздөр боюнча акциянын мөөнөтүн узарттык. Саймадан үйдөгү интернет менен телевидениеге 55% арзандатуу. Болгону 580 сомго жогорку ылдамдыктагы интернет, 200дөн ашуун телеканал, кинотеатрларды көрүү мүмкүндүгү жана белекке приставка берилет. Ылдамда тезирээк өтүнмө калтыр. Сайма бийбиз толугу менен кошул. барлық 4 жекпе-жегін өткен жылдың соңында өткізген болатын. Қараша айында 2022 жылы қараша айында өткен гран-приде Бекназар Кенелбекұлы, Жомарт Мақсатбеков, Ажбай Мұсабаевты мерзімнен бұрын ұтқан. 3 жекпе-жек қатарынан мерзімнен бұрын, одан кейін араға 1 ай салып Құбат Құлматов ұтқан екен. 4 жекпе-жектің барлығы мерзімнен бұрын, оның 3-і бірінші раундта болса, біреуі ғана 3-ші раундқа дейін жеткен екен. Өте белсенді күресетін, өте қауіпті спортшы. ММА-дегі жол бастағаннан бір жылда толмаған екен. Onun rakibi Kırmızı Künce Azerbaycanlı dövüşçü Elnar İbrahimov davet olunur. Aziz konaklar, gürültülü alkışlar. Elnar İbrahimov назарларыңызда жергілікті спортшы 1997 жылы дүниеге келген. 26 Қазір таңда бұл спортшының рекорды 25 жекпе-жектен тұрады. Соның 17-сінде жеңіске жетсе, 8-інде жеңіліске ұшыраған. Соңғы кездері жолы болмай жүр. Кәсіпқой ММА-де 2013 жылдан бері 10 жыл болды деген сөз. Позициясы өте жоғары. Белинурат Алхазов, Нұрберген Шарипов, Гога Шаматова, Важа Циптаури, Вартан Асатрянский, соңғы жеңісі
жылдың жазында болған. Башам Гевардиянға қарсы жеңіске жетті. Александр Подлесный, Райымбек Орынбай, Франко. Жеңіске ұшыраған Подлесный Франкоға мерзімнен бұрын ұтылса, Райымбек Орынбайға төрештердің шешімі туған. Aziz qonaqlar, diqqət! Döyüşçüləri təqdim edirəm. Beləliklə, Göykunc'də onun 24 yaşı, onun boyu 182 santimetr, onun çəkisi 65,8 kilogram. MMA üzrə idman ustası, MMA üzrə dünya çempionu, onun profesyonel rekordu 4 qələbə. Kırgızistanlı dövüşçü karşılayın Murtazali Magomedov. Ve onun rakibi Kırmızı Künc'de. Onun 26 yaşı, onun boyu 173 santimetre. Onun çekisi 65,8 kilogram. MMA üzrə dünya çempionu. Döyüş sambosu üzrə Avropa mükafatçısı. Onun profesyonel rekordu 17 qələbə və 8 məğlubiyyətdən ibarətdir. Qarabağ Döyüş Klubu təmsilçisi Azərbaycanlı döyüşçü karşılayın Elnar İbrahimov. Əziz qonaqlar, döyüş her biri 5 dəqiqə çəkəcəyi 3 raunddan ibarətdir. Ringdə referi Talih Nəcəfzadə. Бойцы, вы профессионалы, правила знаем, не нарушаем, слушаем моей команды. Пожали руки по углам. Ибрагимов пен Магомедов тиісті нұсқамаларын алды. Жас айырмашылығы 2 жыл болғанына қарамастан тәжірибе, кәсіпқой ММА-дегі тәжірибе жер мен көктей, бірақ бұл қатты бір маңызды фактор болмай шығуы да мүмкін. 4 жекпе-жек, және толық емес 1 жыл кәсіпқой ММА-де жүрген. Магомедов 10 жыл және 25 жекпе-жек өткізген. Ибрагимов Эльнарға қарсы. Алғашқы раунд. Бойы сәл ұзындау. Магомедовтың бірден октагонның ортасын қадағалауға тырысады. Жақсы. Лоу-киктен бастап отыр. Жалпы Эльнар күреске жақын спортшы деуге келмейді. Ал Муртазали керісінше қазір көп күресу керек. Бірнеше ауыр соққы және рефери тоқтатып отыр жекпе-жекті. Ал керек болса. Қалай аяқталса да бұлай болады деп кім ойлаған? Муртазали Магомедовтен ең алдымен күрес күткенмен, бірақ бір ғана соққымен сұлатып түсірді, бірақ есінен тандырған жоқ Ибрагимов. Рефери мерзімде тоқтатты жекпе-жекті, бұған еш күмәніміз жоқ. Егер
dövüşün galibi. İlk raundun 33. saniyesinde knockoutla karşılayın Murtazali